Помнишь, как я тебя Видео, да? Только сильно не надо, вот так вот, чтобы она на землю не воткнулась. Тихо, не раскачивать не надо, а то Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті қонақтар, меймандар. Біздің елімізде той, Біржан-Сал елі той тойлап жатыр. Біржан-Сал еліне 90 жыл, былтырғы жылы елбасымыздың жарлығыменен бір жарым ғасыр бойы айтылып келе жатқан Біржан елі деп, сол атауды елбасымыз Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығыменен заңдастырылды. Сол құтты болсын ағайын. Тойымыз той қыласын. Мынау кеше ресми тойды бастадық, салтанатты жиналыс өтті. Барлық осы елге еңбегін сіңірген, осы елдің негізін қалаған, осы елдің іргетасын қалаған, осы елді басқарған ағаларымызды, апаларымызды өткенін білмегеннің алды бұлыңғыр дейді. Сондықтан барлық тарихымызды қопарып барлығын айттық. Той басталды кеше. Сондықтан бүгін осы тойдың жалғасы. Қазір мына алдарыңызда Біржан-Сал атамыздың аты берілгендіктен Біржан-Салдың өмірінен көрініс театрализация болады. Соны көріңіздер. Одан қалды мынау Ақшаңқай киіз үйлер. Барлығы да осы сіздер үшін құрылған. Елдің тойы бұл, халықтың тойы, аңсаған той. Сондықтан елімізде тойлар болсын. Аллаға шүкір, Біржан-Сал ауданының саяси, әлеуметтік жағдайы тұрақты, әлеуметтік экономикалық жағдайы қарқында өсіп келе жатыр. Елімізде жаңа кәсіпорындар салынып жатыр, жаңа ауыл шаруашылық өндірістері салынып жатыр. Қазақстандағы ең ірі цемент заводы 2 миллион тонна жылына цемент шығаратын осы біздің Біржан-Сал елінде. Қазақстандағы ең ірі құс фабрикасы жылына 300 миллион жұмыртқа шығаратын ол осы Біржан-Сал елінде. Көріп жатсыздар, ел орнында Аллаға шүкір қарсы алатын халық бар осы жерде. Сондықтан елге келіп тұрыңыздар. Елбасымыз өзінің рухани жаңғыру бағдарламасында, туған ел бағдарламасын бастап сонда айтыңдар. Елге келіп мына ауыл шаруашылық ұжымдарын ашыңдар. Аллаға шүкір жер жетеді. Көксеңгірдің қойнауында бұрын бүкіл Көкшетау облысының малы бағылған. Сондықтан Аллаға шүкір осы жерді қойнауын малға толтырайық. Осы жерде мынау көршіміз Бұланды ауданының әкімінің орынбасары өзіміздің мынау жерлесіміз Ораз Қайыркен Смағұлов келіп отыр. Аудан әкімінің атынан жаңа Қызыл тудың мынау Валиханов ауданының әкімінің міндетін орындаушы. 2 күн бойы бүкіл аппараттар әкімшіліктің қаншама шаруа жасап, осындай әдемі ауыл тікті. Сол ауылымыз осы Біржан-Салдың 90 жылдығы қайырлы құтты болып, сізге табысыңызға жеміс тілеймін. Рахмет. Мерекелік медальмен Досымбеков Өмірсерік Нұркенұлы марапатталады. Жоқ қойыңыздар. Қара шаңырақтың иесі. Я камажlar запишем. Жадыгер мында қара. Жадыгер. Мағрупов Мақсат, Ерейментау, Хайратбек Асылбек Үлгі ауылы. Жадыгер. Жадыгер, видишь, нельзя лялин. Төрешіне дайынсыңыз, баста. Красный.
Треме. Поданет Ерболат Айбек. Руки. Başla. Şartlay. Şala verin. Жанып тұрған жас өмір алғыз үлкен сипаттауға қызығын оу жетпейді тіл жауғазым мөлдіреген ей жастық шағын өмірдің мағынасына-ай шіркін-ай яридай түсіне білмей ей арман-ай өтеді шіркін жалғанмен ахуай. Ауылымызға хош келдіңіз Біржан аға. Өлетіңіз Біржан аға, мың жаса Біржан аға. Армысыңдар қалайық. Қысылмаңыздар. Дербес сұлу серге көше берді. Бұл да бір дүниенің кезегенді. Тыныш берсе бір сәр алыңдар деп көшесін көзге тіреп изеуреді айқайық. Серге кербес сұлу көже берді. Ойлы кісі ар жағын сезер еді. Шөлден өлмей көжеге аман жеткен малтасын жігіт неге езеденді? 300-ді әнмен қырған уа Біржан сал, жүзібіштің қымызды қосылған бал. Сал болсаң да емессің дәмнен үлкен. Бісміллә деп көжеме ерніңді мал. Патшаға басырмаған мен бір сері, күнде той күнде думан жүрген жері. Барады сөзің өтіп ләйлім шырақ, көжеңді басып әкел бері. Қалқамау, сава тола қамыс тұрғанда Біржан салағана көже бергенің не? Күн ертең бүкіл дауанға даңғаза қылып, жалпақ керейге көже берген көлбай атандырайын деп педің? Көже берген көлбай!
Мейлі. Енді болары болды. Шөл басуға таптырмайтын сусын негізі. Біржан Салмен бірге ішкен көженің өзі балдай тәтті емес пе? Көңіліңе алма көлбайым. Көктегі көңіл киіз үйдің көжесін ұмытса, көнесінді ұмытар. Әуеге көтерілгеннен кісіні еліктіріп әкеткенімен қоймай, кеуденді керетіні өтірік емес. Соны сезіп білген ләйлім сұлу, сал серіні осылай бір сынап, тәубәсіне сүріп қояйын деген ақшығар. Жарайсың ерім. Ал, енді елге хош келдіңдер. Аунап-қунап, ойын сауыққа, өлең мен өнерге бір кенелтіп, көңілдің кем кетіген бір толтырып беріңдерші, бауырларым. Бәрекелді, ал ендеше ойын сауықты бассай. Аты жолдыз болады көгендеген, алдында терезеңнің сеңертеген, ойымда ұшықтасам барма менің, айрылып сені сәулем кететтеген, ей аты жоқ көкек, ей аты жоқ көкек, өзіңе шешек атқан көкек айым, бейнетар сенің сүйген сәулет айым, аңқылдап отыр мекен, жатыр мекен, ей көктек ұшып барып білші жайын, ей аты жоқ көкек, ей аты жоқ көкек. Ал келіңдер ғане. Ауылдың күші тасып жүрген аусарлары қайдасыңдар? Балуан шолақ күнде қолға түсе бермейді. Осындайда күшін бір сынап қалыңдар. Мың рет естігеннен бір рет көзбен көрген артық деген. Келіңдер бермен. Алыңдар ортаға.
ерлерің болсын. Сағас өткел бермейді терең сайдың ау қоба жоңғай шоқыды келсем жұрты жатыр өз ай жоқ қалға тайдың тауып әкелетін мен болыстың басыбайлы затымын ба? Шақырып алатын байлаулы итім бе? Баласы Қожақұлдың бір жан салмын, адамға зияны жоқ жүрген жанмын. Сен түгіл, патшаға да бас ұрмаймын. Өзім сал, өзім сері, кімге зар? Ау дегенің, мынау деген сөздің төресі ғой. Осы тойғаныңмен қайта берсең қайтет. Серке Мақпалдың тақымында. Сал Мақпал! Әттеген ай! Казгородовтан сәлем. Смотреть хочешь? Я тебе сейчас спущу туда и все. Закумал? Вика, крути. Құрсағынан туған ұрпақ ер жетіп бесей білсін өліңменен. Ал жұртым аман есен болыңдар, бір жаннан қалған киелі алтынға көңіл. Шалқидау көңілімді өлің деген ауданның дәстүрленшісі жас өнерпаз.
Кейін тұрыңдар, мехбат бітті. Mine 10 жыл өтіп қалғасын, міне еліміз деп, еліміздің тойына бәрі жиналып кетіп қалдық. Тілейтініміз, бәріміз тегі саман болайық. Өлке жақсылық көрейік. Еліміз міне жақсы болып, алға баса берсін. Біржан Салдың елінің атын шығара берейік. Сол еңбегіміз бәрі жемісті болсын. Аспаннан иіп жерден беретін болсын. Мінекей. Бәрімізге денсаулық, енді 10 жылдан кейін 100 жылдығын көретін болады. Ал енді Салат сен. Давай же проникай, любовь. Такси 2 дождётся, надо. Можно я тоже сниму, что? Türkiye çok iyi.